Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен электрохимиялық потенциалдар қатарын қарастырамыз. Жалпы кез келген химиялық реакцияда бізде кез келген тотықсынау реакцияда электрон алмасу жүреді. Және кейбір тотықсынау реакциясында біз сол электрондардың ағымын қолданып электр энергиясы ретінде жұмсаймыз. Мысалыға, аккумулятордан шыққан электрондардың ағымын біз автокөлікті оталдыру үшін қолданамыз. Немесе батареядағы, ұялы телефондағы батареяны біз телефонды қолдану үшін жұмсаймыз. Осы сияқты кез келген бір реакцияны жазатын болсақ, мысалыға, осындай бір жүйенің ішінде біз мыс пластинасын салатын болсақ, мыстың ертінісінде, мыс катионның ертінісінде, сулы ертінді, мысалға мыс сульфаты болсын. Егерде пластинасын салатын болсақ, пластинада бізде мыстың атомдары болады, оның заряды 0. Мұнда мыстың иондары болады, заряды 2+. Осы екі бөлшектің арасында электрохимиялық реакция жүреді. Оны біз былай көрсетсек болады. Купрум плюс қанша электрон, купрум 2+, 2 электрон қосу арқылы, мысалға, купрумға айналады, немесе реакция қайтымды, керді жүреді. Немесе купрум 2 электрон жоғалтып, 2+ катионға айналады. Осы қайтымды реакция жүріп жатыр. Осы жүйенің ішінде. Осы реакция нәтижесінде бізде белгілі бір электрондар ағымы пайда болады. Осы ағымның қаншалықты жылдамдығы жоғары немесе төмен болуы белгілі бір шаманы көрсетеді. Ол шаманы біз электрохимиялық кернеу деп айтамыз. Электрохимиялық кернеу. Оны біз вольтпен есептейміз. Тағы бір басқа бір реакция жазатын болсақ, мысалға, ванадийдің 2+ ионы дәл сондай өзінің пластинасы өзінің ертінісіне салынатын болса, дәл осындай реакция жүреді. Олда да, бұл реакцияда да электрондар ағымы пайда болады. Яғни электрондар ванадийдан ионға, ионнан ванадийға қарай ауысып отырады. Бұл жерде де электрохимиялық кернеу бар, вольтпен есептеледі. Екі реакцияның кернеуі екі түрлі. Егерде мыс осы реакцияда көбірек электрондарды алу бағытына қарай ығысса, яғни электрондарды қосып алу, және металға айналу бағытына, салыстырмалы түрде ванадий керісінше ионға айналуға қарай ұмтылады. Сонда мысты біз осы жерде электронды тартып жатыр, оны жақсы тотықтырғыш деп айтсақ болады. Ал ванадийді жақсы тотықсыздандырғыш. Яғни ванадий тотықсыздандырады кімді? Басқа бір тотықтырғыштарды. Қалай? Электрондарын беру арқылы. Ал мыс керісінше біреудің электрондарын алу арқылы біреуді тотықтырады. Осындай кез келген бір жүйеде электрохимиялық кернеуді бір жүйенің ішінде өлшеу мүмкін емес. Оған себеп, егерде осы реакцияны алатын болсақ, мыс электрондарын жоғалтқан кезде, ол мұнда электрондары теріс зарядталады, ал пайда болған оң зарядталған катиондар мына жерде жиналады. 2+, мыстың катиондары. 2+. Яғни осы пластинаның сыртқы қабатында 2+ катиондар шоғырланады. Пластинаның бетінде содан пайда болған, мыс атомынан пайда болған электрондар шоғырланады. Теріс зарядталған және оң зарядталған бөлшектер бір-біріне тартылады. Нәтижесінде осындай қосарлы қабат пайда болады. Қосарлы қабаттың пайда болуынан біз нағыз электрондардың ағымының қаншалықты болып жатқанын анықтай алмаймыз. Сондықтан электр кернеуді белгілі бір жүйеде анықтау мүмкін емес. Алайда біз осындай жүйені тағы да басқа бір жүйеге жалғасақ, мысалға мыстың реакциясын, жартылай реакциясын ванадиймен жалғайтын болсақ, екінші жүйені. Мұнда ванадийдің пластинасы,
ванадий электроды және ванадийдің 2+ ионы. Онда осы екі жүйені бүйтіп қосатын болсақ, біз екеуінің арасындағы электрондар ағымын есептей аламыз. Оны біз электродтар потенциалы деп атаймыз. Электрод потенциалы. Оны да вольтпен есептейміз. Яғни, бір жүйенің өзара электрохимиялық кернеуін есептеу мүмкін емес, алайда екі әртүрлі жүйенің электрохимиялық кернеулер айырмашылығын есептеуге болады, және біз оны электрод потенциалы дейміз, немесе электрохимиялық потенциал. Оны біз вольтпен есептейді екенбіз. Алайда ондай әртүрлі жүйелердің комбинациясы түрлі алуан болғандықтан, ғалымдар белгілі бір стандартты потенциалдардың айырымын анықтау үшін белгілі бір қана жүйені үлгі ретінде алады, екінші жүйені соған салыстырмалы қарастырады. Соған байланысты үлгі ретінде алынатын негізгі жүйе ол сутектік электродтық потенциал жүйесі. Ол жақта, яғни бір жағы кез келген бір жүйе болуы мүмкін, екінші жағы міндетті түрде сутекпен салыстырады. Оның суретін диаграммасын салатын болсақ, жүйеде бізде сутектің катионы болады, яғни қышқыл. Мұнда бізде сутек жай зат ретінде газ болып кездеседі. Газ. Мұнда сутектің катионы болады, ол қышқыл, яғни сулы ерітінді. Газды біз осы қышқылмен әрекеттестіру үшін біз түтікпен алып келуіміз керек. Мұнда түтік болады. Мұнадан біз газды береміз, сутек газын береміз. Белгілі бір қысыммен. Сутек газы қысыммен келеді. Одан шыққан электрондардың ағымын біз келесі жүйемен жалғауымыз үшін біз ол жерге белгілі бір электрондарды өткізетін бөлшек қосамыз. Әдетте ол электрод. Электрод металдан жасалуы мүмкін. Міне электродымыз кетті. Ол электрод бізде бейтарап болу керек. Яғни қышқылмен немесе сутекпен реакцияға түспейтін. Сондықтан көбінесе ол платина металдан жасалған электрод болады. Платинадан жасалған электрод сұйықпен батырылады, оған сутек келеді. Сутек осы пластинаның бетінде жиналады. Онда концентрациясы көп болады. Сол бетінде, платинаның бетінде жиналған сутек молекулалары газ қышқылдың H+ ионымен әрекеттесіп, келесі реакция жүреді. H2 H+. Бұл қайтымды реакция, яғни электрондардың сутек молекуласы жоғалтады, 2 электрон. Мұнда 2 сутек H+ ионы түзіледі. Керісінше, 2 сутек катионы 2 электронды қосып, қайтан сутек молекуласына айналады. Осы реакция мынаның бетінде жүріп жатыр, пластинаның бетінде. Нәтижесінде белгілі бір электрондар ағым пайда болады. Және сол ағымын біз келесі жүйемен жалғайтын болсақ, оны біз мыстың жүйесі деп алайық. Мыстың жүйесінде мыстың электроды қойылады. Мыс. Және өзінің ерітіндісі. Купрум 2+ ерітіндісі. 2 электродты жалғаймыз. Сыммен. Ортасындағы айырмашылықты анықтау үшін бізге вольтметр керек. Вольтметр. Ол бізде есептейді. Екі жүйенің электродтар потенциалдарының айырымын. Және бізде кез келген электрондардың ағымы циклды болғандықтан, мына жерде цикл жоқ. Циклды тұйықтау үшін біз мына екі жүйені тағы да жалғаймыз. Осындай тұз көпіршемен. Тұз көпіршеден иондар алмасады. Яғни, бұнда қандай иондар болуы мүмкін? Аниондар, мысалға мыс сульфаты болса, сульфат анионы. Мына жақта бізде күкірт қышқыл болса, бұнда да сульфат анионы бар. Әдетте тұз көпіршесінің құрамында калий нитраты деген сияқты тұздар болады, жақсы еритін тұздар. Бұл иондардың, осы тұз көпіршенің ішімен, яғни бойымен бізде иондардың алмасуы жүреді, ал мына сымның электродтардың арасында бізде электрондардың алмасуы жүреді. Яғни бір жүйеден екінші жаққа қарай электрондар жылжиды, ал бір жүйеден екінші жаққа қарай керісінше иондар тасымалданады. Нәтижесінде бізде циклды осындай қозғалыс болады. Электрондар ағымының нәтижесінде біз
энергия аламыз, электр энергиясын. Нәтижесінде мына жерге вольтметрдің орнына біз лампочка қоятын болсақ, лампочкамыз бізде жанады. Осы химиялық реакция нәтижесінде біз химиялық реакцияның энергиясын электр энергиясына айналдырамыз. Тағы да бір ескеретін жағдай, оқушылар, осы кез келген реакцияда біз белгілі бір жағдайларды сақтауымыз керек. Біз стандартты электродтар потенциалын есептеуіміз үшін стандартты электродтар потенциалын есептеу үшін бізге стандартты жағдай орнатуымыз қажет. Стандартты жағдай дегеніміз не? Стандартты жағдай ол осы электрохимиялық реакция тұрақты температурада жүру керек. Ол температура 298 кельвин. Немесе Цельсийге алсақ 25 градус Цельсийда. Келесі, тұрақты атмосфералық қысым. Тең тұрақты атмосфералық қысым бізде стандартты 101 килопаскаль. Немесе 1 атмосфера. Және бұл ерітінді болғандықтан олардың концентрациясы тұрақты болу керек. Әдетте біз концентрация CM тең 1 молярлы ерітінділер аламыз. Ол купрум сульфаты 1 молярлы, 1 моль дециметр куб. Және қышқылымыз болатын болса, мысалы күрт қышқылы, ол да 1 молярлы болуы тиіс. Міне бізде осы негізгі жағдай температура 298 кельвин, атмосфералық қысым 101 килопаскаль және концентрациялар ерітінділердің 1 молярды болуы тиіс. Және міндетті түрде мұнда сутек, сутектік стандарт электрод потенциал болғандықтан сутек болу керек. Бір жақ жүйеде, екінші жақта кез келген басқа бір электрохимиялық кернеу шығаратын жүйе болуы мүмкін. Осы арқылы біз нені салыстырамыз? Біз мыстың электрод потенциалдарын айырымын салыстырамыз. Немен сутекпен? Сутекті үлгі деп алатын болсақ, оны біз 0, яғни сутек пен сутекті салыстырсақ 0 болады арасындағы электрохимиялық потенциал. Ал сутек пен басқаларды салыстырсақ, онда 0-ден плюске немесе минуске қарай өзгеріп отырады. Ол неге байланысты? Ол сутектік жартылай реакциядан басқа бір жүйенің жартылай реакциясының қайсының тотықтырғыштық немесе тотықсыздандырғыштық қасиетінің жоғары немесе кем болуынан. Біз жаңа мыс пен ванадий салыстырғандай, егерде мыс тотықтырғыштық қасиет жоғары болатын болса, ванадий қарағанда, ванадий тотықсыздандырғыш қасиет жоғары. Яғни мыс электрондарын алады, электронды қайдан алады? Мына жақтан алды. Яғни мыс пен ванадийді қосатын болсақ, ванадийден электрон шығып мысқа қарай барады. Ал сутекпен салыстырғанда дәл сондай. Сутек электронын береді, сонда электрондар ағыны былай жүреді. Мыстың электродына барады, ал мыс өзінің иондарын мына бағытта жібереді. Мына жүйеге қарай, нәтижесінде осындай цикл пайда болады. Егерде басқа бір сутектен тотықтырғыш қасиеті төмен бір жүйені алатын болса, мәселен темір 2+-тан темірге дейін атомдық, оның тотықтырғыш қасиеті сутектік жартылай реакцияның тотықтырғыш қасиетінен төменірек. Сондықтан, егерде мына жүйеге темірдің 2+ пен темір электронын қоятын болса, мына жақта сутек болатын болса, электрондар ағымы керісінше темірден сутектік жүйеге барады. Ал иондар мына бағытта жылжиды. Сонда кез келген екі жүйенің, әртүрлі жүйенің, біреуінің тотықтырғыш қасиеті, екіншісінің тотықсыздандырғыш қасиеті жоғарырақ болады. Осы нәтижесінде біз электрохимиялық реакция нәтижесінде электр энергиясын қолданады екенбіз. Осымен оқушылар, бүгін біз электрохимиялық потенциалдар қатарын бастадық. Келесі сабақтарда осы тақырыпты жалғастырамыз. Бүгінге тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.